оқушылар, бүгінгі ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Ойылса отырамыз. Бүгін сабақта барлық 23 бала түгел. Ендеше сабағымызды бастайық. Сабағымызды оқушылар мен жүйелік қолдар атты тренингке бастаған келдім. Себебі бүгінгі ашық сабағымыздағы тапсырмалар шапшаңдыққа, ынтымақтастыққа негізделген. Сіздер күндегідей 3 қатар, бүгін 3 топ болып жұмыс жасайсыздар. Иә, оқушылар? Ендеше бірінші қатар Демек, мен саған сәттілік тілеймін. Ендеше бірінші қатарға сәттілік. Енді екінші қатар сіздерге бүгінгі 10 балл алуыңызға тілектеспін. Екінші қатар сәттілік. Үшінші қатар Шерияз, саған бүгінгі сабаққа сәттілік. Енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда бала мен сіздерге әркімнің алдына өзін-өзі бағалау жүреді. Өзін-өзі бағалау қарағын сіздердің алдарыңызға қойып қойдым. Қазір әр кезеңнен өткен сайын берілетін тапсырмаларға өздеріңізге бағалап отырасыздар. Сабақ соңында мұғалімнің қорытынды бағасымен және өзін-өзі бағалау парағына қарап қорытынды бір баға шығаратын боламын. Ендеше оқушылар, бірінші кезеңіміз үй тапсырмасын орындамас бұрын ең бірінші сіздерге мотивациялық осындай ұлы ғұламаларымыздың мадақтамасын бастаған келіп тұр, яғни Ыбырай Алтынсариннің білінген талпын. Бұл бірінші кезең бойынша сіздерге мотивациялық тілектестікке болады. Енді балалар, өткен сабағымызда сіздер білесіздер, біз тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев туралы деге берілген болатын. Енді қазір сіздерге ELTE платформасы арқылы үй тапсырмасын бекітетін боламын. Балалар, алдарыңыздағы мен экранға шығарып қойған ғұламаны кім таниды? Иә, Нұршат? Бұл суретте Ермахан Бекмаханов, ол осы Қазақстандағы тарих кафедрасының тұңғыш негізін қалаушы болып саналады. Жарайсың, Нұршат. Тағы кім толықтырады балалар? Иә, Еркиназ? Биыл Ермахан Бекмахановқа 115 жыл толған мерейтойы тойланып жатыр. Иә, биыл атаулы датасы. Бұл біздің тұңғыш қазақ арасынан шыққан тарихшы деуімізге болады. Сондықтан мен бүгін үй тапсырмасын осы тарихшы Бекмахановтың сіздерге сұрақ қоюымен бекіткім келіп отыр. Ендеше қазір оқушылар, мен қосамын, мұқият барлығымыз тақтаға назар аударайық. Саламатсыздар ма оқушылар? Тұңғыш президентіміздің алғашқы кезеңдегі қиындықтарды жеңудегі рөлі қандай? Сұрақ түсінікті болды ма, оқушылар? Енді алғашқы қиындықтарды жеңудегі кезеңі қандай? Бірінші қатар Нәжибде, Еркиназ? 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады. Иә, тәуелсіздігімізді жариялады. Бұдан кейін Санжар толықтырып. Керемет, отыра ғой. Енді оқушылар қайтадан тақтаға назар аударамыз. Енді сіздерге қоятын келесі сұрағым. Қандай маңызды халықаралық бастамалардың авторы? Халықаралық бастамалардың авторы Нұрхан? Семей ядролық полигоны жабылды. Жарайсың, отыра ғой, Нұршат. Толықтыра кететін болсақ, осы Қазақ халқының ассамблеясын құру мемлекет басшысымен 1995 жылы 1 наурызда бастауымен бұл ассамблея құрылған болатын. Ассамблея құрды, иә? Керемет, Нұршат. Келесі сұрақты қарай қояйық. Жарайсыздар оқушылар, келесі сұрағым. Тұңғыш президенттің ішкі және сыртқы саясаттағы қадамдары қандай болды? Саясатқа біз осы саяси өмірді демократияландыру, нарықтық экономиканы құру және мәдениетті қайта өркендетуді жатқыза аламыз. Отыра ғой, Гүлназ? Осы сыртқы саясаттан келетін болсам, өзара сенімді ынтымақтастықты құрып бейбіт өмір сүру және де шетелдік инвестицияны тарту деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасың, шетелден инвестиция тарта бастады. Ернұр толықтыратын дейді. Тәуелсіздік алғаннан кейін біздің президент ТМД-ға және Біріккен ұлттар ұйымына мүшесі болды. ТМД-ға және Біріккен ұлттар ұйымына мүше болды. Керемет. Енді оқушылар тағы. Керемет оқушылар. Енді соңғы сұрағым. Ядросыз әлем жобасына көзқарасыңыз қандай? Мана бізде Нұрхан айтты, Семей ядролық полигонын жапты дейді. Осыған көзқарасыңыз қандай? Аймина?
1991 жылы 29 тамызында Қазақ КСР-ның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Семей полигоны жабылған болатын. Бұл ядросыз әлем жобасындағы әлем көшбасшылары үшін таңғалдырарлық жаңалық болған болатын. Осы арқылы біз ең бейбіт және ең тәуелсіз мемлекет атандық. Тұрақты тәуелсіз мемлекетке айналдық. Онда оқушылар, олай болса, үй тапсырмасының бекіту сұрақтары аяқталды. Сіздер өзіңізді бағалау парағына өз бағаларыңызды қойып отырыңыздар. Оқушылар, енді бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Оған дейін біз білесіздер, оқушылар, тәуелсіздігімізді алдық, тұңғыш президентімізді сайладық балдар. Біз осыған дейін сондай тақырыптарды өткен болатынбыз. Енді бүгінгі жаңа тақырыбымызды барлығымыз өзіміз ашып көрейікші балалар. Экранға назар аударайық. Осы суреттер арқылы бүгінгі сабағымызды болжап көрейік. Суретте не көріп тұрсыздар балалар? Санжар? Ойымша суретте Қасым-Жомарт Тоқаев осы конституцияның алдында ант беріп жатыр. Ант беріп жатыр конституцияның алдында. Рахман. Бұл суретте Қазақстан Республикасының президенті конституция ант беріп тұрған бейнеленген. Жаңағы Бұл суретте президентіміз Тоқаев өз ант қабылдап тұр. Мына суретке назар аударайықшы. Айым, мына суретте не көріп тұрсың? Мен бұл суреттен таразыны сосын заңды көріп. Заңда жинағын көріп тұрмыз. Оқушылар, міне, сіздер өздеріңіз жақсы айттыңыздар. Бұл жерде біз көптеген заңдар жинағын көрдік, және ант беріп тұрған президентімізді және таразыны көрдік. Осыған байланысты бүгінгі сабағымыз балалар конституцияға арналмақ. Енді жаңа өздеріңіз тақырыпты болжай білдіңіздер. Ендеше дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің жағын жазып, тақырыпты жазып аламыз. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы мемлекеттілікті қалыптастырудағы іс-шаралар. Сабақтың мақсаты Қазақстан Конституциясының тарихи маңызын анықтау. Және жаңа конституцияның қоғамдық құрылысының түбегейлі өзгеруіне тигізген себебін анықтау. Балалар білесіздер, осы тәуелсіздікті алғаннан кейін президентіміз, тұңғыш президентіміз елдің ішіндегі бірінші тәртіп пен тұрақтылықты қамтамасыз етіп алу қажет. Себебі тұрақтылық болмаған жерде, тәртіп болмаған жерде балалар қандай да бір елді дамыту қиынға соғады. Ең бірінші осыны негізге ала отырып 1993 жылы тұңғыш конституциямызды қабылдайды балалар. Бірақ ол кезде әлі бая кеңестік жүйенің ықпалында қалып жасалды балалар. Сондықтан жаңағы өзгертулер енгізу қажет болды. Және де біз білесіздер, жаңа өздеріңіз айттыңыздар, шетелден инвестиция тартады дедік, сыртқы саясатта белсенді болу қажет. Сол үшін балдар бұл шетелдік стандартқа, дүниежүзілік стандартқа сай етіп жасалынуы қажет болды. Сөйтіп 1995 жылы толықтырулар мен өзгертулер енгізіп, және біз бұл жерде бір айта кететін нәрсе, шетелдік ғалымдар осы конституцияны, жаңа конституцияны жасауға жаңа бізге көмектесті балдар, түсінікті ма? Енді балдар, бұған дейін конституция жайлы сіздер Қазақстан Республикасының азаматы ретінде барлығыңыздың білімдеріңіз жетеді, балдар, мен оны тәрбие сағатта да айтып жүрмін сіздерге. Енді кім айтады, балдар, конституцияның бізде неше бөлімнен тұрады? Кім айтады? Конституция. Жаннұр? Конституция 9 бөлімнен тұрады. Жарайсың, 9 бөлім, сосын неше 9 бөлім, сосын неше баптан тұрады? 91 баптан тұрады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді бұл 95 жылы конституцияның бір ерекшелігі балдар, бұл жерде адамзаттың туылғаннан бастап құқықтары мен бостандықтары қарастырылған балдар, түсінікті ма? Басқару түрлерінде, яғни президенттік республика болып қаланғандығы туралы сіздерге сабақ барысында үйрететін боламын. Қазір енді тақырыпты тереңірек түсіну үшін сіздерге бейнеролик қосамын балдар. Ұлы дала халқының тұрмыс тіршілігінің рет тәртібі, салт дәстүрінің негізінде түзілген 7 жарғы қазақ елінің нағыз әділ конституциясы болды. Қазақ халқының құқықтық заңының бірінші кезеңі қазақ елінің патшалық Ресейдің отарында болған 18 ғасырдан бастап 20 ғасырдың алғашқы кезеңін алады. 1990 жылдан басталып, отарлық заман мен кеңес одағы заманында қазақтың құқықтық әділет заңы 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан жоғарғы кеңесі. Оқушылар видеоны көрдік. Видео бойынша енді талқылау жүргізейік. Видеода не көрдік оқушылар? Нұршат?
видеода біздің ата заңымыз туралы айтылған, яғни біздің ата заңымыз мынау қазақ халқындағы 7 жарғыдан басталған. Сол кезден қазіргі кезге дейін жалғасып, өзіміздің еліміздің ресми түрде конституциясы бар. Және де ол конституцияға осы елбасымыз өзінің көптеген күшін салған болатын. Сонау 7 жарғыдан бастап аламыз, тарихта бұрыннан келе жатқан хандардың кезінде 7 жарғы сондайлар бар, Ернұр? Бұл видеода Нұрсұлтан Назарбаев өзіне президент деген атағын өзіне қабылдап, яғни көптеген елдермен бірге түсіп, яғни өз Қазақстанын дамытуға сайланды. Жансая? 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігін алып, КСРО-ның коммунистік жолынан бас тартып, құқықтық демократия. Дұрыс айтады, бұрынғы КСРО-ның коммунистік идеологиясынан бас тартып, қазір тәуелсіз Қазақстанға қадамдар жасай бастады. Енді оқушылар қазір бұл жаңағы тақырыптың мақсатын ашуға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ендеше сабағымыздың екінші кезеңінде сіздерге Қаныш Сәтбаев ғұламамыз сәттілік тілейді, яғни жалықпай зертте дейді, екінші кезеңде. Енді оқушылар қазір тақырыпқа байланысты сіздерге тапсырмалар беретін боламын, топ болып. Ол тапсырмаға дейін сіздерге осы мәтіндік деректер оқушылар әр қатарға осындай құжаттар пакетін дайындадым. Яғни бұның ішіне мұрағаттан алынған документтер сіздерге көмекші бола алады. Жаңа тақырыпты параграфты негізге аласыздар, қосымша осы деректерді қарайсыздар, яғни тапсырмаларды қазір орындайсыздар. Үш қатарға алып келдім. Енді оқушылар, қазір бірінші топ сіздерге Қазақстан Республикасының Конституциясын бірау әдісі арқылы талдайсыздар. Ол үшін сіздерге дескрипторы барлығы бердім және атпек қағаз алғашында бар. Осыған өздеріңіз орындайсыздар. Яғни мақсатын анықтайсыздар, оның қабылданған мақсатын және қандай өзгерістер бар 93-пен салыстырғанда Конституция және осы 95 жылғы Конституцияның күшті әлсіз жақтарын және оған қорытынды жасап өз ұсынысыңызды көрсетесіздер. Егер Конституцияға қандай да бір ұсыныс енгізілу қажеттілігі туындаса. Енді екінші қатар сіздердің тапсырмаларыңыз қазір, яғни 1993-1995 жылы конституцияларды Вен диаграммасы арқылы салыстырасыздар. Дескриптор алдарыңызға тапсырма. Енді үшінші қатар сіздердің тапсырмаларыңыз бұл екі топқа қарағанда өзгеше, сіздер шығармашылық жұмыс жасайсыздар. Яғни осы конституцияға байланысты еркін форматта жұмыс жасайсыздар. Өздеріңіздің шығармашылықтарға байланысты барлығымыз бірігеміз. Мен оны сіздерге көмектесем. Құжаттар пакетін аштық. Оның ішінде сіздер көмекші мәтіндер берілген, параграфты барлығын аламыз. Яғни конституция бойынша қандай баптарға сүйенесіздер ме, өмірде болып жатқан оқиғаға сүйенесіздер ме, яғни өздеріңіз жұмыс жасайсыздар. Енді оның мақсаты демократиялық мемлекетті құру, мемлекеттің негізін нығайту және де осы демократиялық қағидаттарды енгізу азаматтардың құқықтарын қорғау. Азаматтардың, яғни осы елдердің құқықтарын және олардың бостандығын бекітуді қалаған болатын, және мемлекеттік биліктің қайдалықтары енгізілді. Әлсіз жақтары кейбір заңдардың іс-жүзінде толық орындалмауы және демократиялық университеттердің дамуды әлде қажеттілігі. Адамдардың құқықтан қорғау тетіктері жетілдірілді және экономикалық реформалар жүргізіліп, нарықтық экономика пайда болды. Керемет, нарықтық бұрынғы жоспарлы экономика
қорытындылай кетсем, бұл жерде конституция бізде адамның саясатын белсенділігін арттыру қажет, демократиялық референдумдардағы адамның әрі дамыту қажет. Бұл жерде бізге түскен Гроуаутин осылай қорытындылап келеді. Керемет, жарайсыңдар. Бірінші қатар, бұл жағы. Оқушылар бірінші қатарға 3 шапалақ. жоғары кеңестік рөлі жоғары болды, яғни заң атқарушы мен заң шығарушы ықпалы зор болды. Және де адам құқықтары мен бостандықтары, яғни кеңестік дәуіріндегі осы түсініктерден арылған еді, бірақ ол толық дамымаған еді. Әлі толық дамыған жоқ, кеңестік түсініктер бар. Конституцияда президенттік жүйесі қабылданады, яғни парламент, мәжіліс, сенаттар өз орнына қайтып келді және құрады, құрады. Адам құқықтары осы халықаралық стандарттарға сай анықталды және де конституцияға шетелдік ғалымдар тартылды. Құқықтық мемлекет арқылы күшейтілді және референдум арқылы нығайтылды. Референдум арқылы. Референдум дегеніміз не? Олар дауыс беру арқылы сайланды. 95-тегі конституция. Білесіздер, мен өткен сабақтарда сіздерге айтып жүрдім, Ана тілі, мемлекеттік орыс тілі, ресми тіл ұқсастығы Қазақстан Республикасының ата заңы. Екеуі де Қазақстан Республикасының ата заңы, 93-95-тегі, Тәуелсіздік демократиялық мемлекеттердің негіздерін бекітті және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын негіздейді. Жалпы тобының жұмысын қорытындылай кететін болсам, осы 1995 жылы қалыптасқан конституция ол тұрақты жүйеде қалыптасты және де ол әлі күнге дейін осы ресми түрде өзінің жұмысын жасап келеді. Яғни біз осы ата заңымыз бойынша осы өміріміздегі қағидалармен өмір сүреміз. Әлі күнге дейін осы конституциямен, өз күшін жоймаған осы конституциямен қазіргі таңда жұмыс істеп келеміз. Болды па? Отыра қойыңыз. Мұсылмандар біз репортаж сұхбат арқылы орындайық деп шештік. 2025 жылдың 17 ақпанында елімізде өтетін президент сайлауы елдің азаматтары үшін өте маңызды оқиға болған. Сайлау ол біздің еліміздің болашағы үшін және саяси болашағымызды қалыптастыру үшін маңызды оқиға болып табылады. Сайлау учаскелері таңғы 7-де ашылып, сайлаушылар өз дауыстарын әлі күнге дейін, осы түске дейін көп сайлаушылар өз дауыстарын, өз таңдауларын жасап кеткен болатын. Және осы сайлау үстінде біз тұрғындардың және арнайы басқарушылар мен тәуелсіз сарапшылардың тарапынан ойларын қарастырсақ. Сіз сайлау учаскесінде тұрсыз, репортаж жүргізіп жатырсыз, Саламатсыздар ма? Сіздерге қояр бір сұрағым бар. Оларды сіздерге сұрақ кетсем, қарсы емессіздер ме? әрине. Бұл сайлау сіздің ойыңызша әділ өтіп жатыр ма және бұл қалай болып жатыр? Бүгінгі сайлау әділ өтіп жатыр деген ойдан басқарушылардың арқасында ешқандай құқық бұзушылық жоқ. Енді бізде бұл сайлаушылар үшін қандай жағдайлар жасалған? Сайлаушылар үшін арнайы шақыртулар, сайлау учаскелері сайлауға арналған қағаздар мен қаламдар және құқық бұзушылықтың алдын алу үшін арнайы сарбаз жасақталған. Сіздің ойыңызды біле кетсек? Бүгінгі сайлауға 9000 теңгеге отырмын және осы сайлауға қатысқан үшін маған тегін сыйлық берілді. Менің ойымша сайлауға қатысу әр азаматтың борышы деп білемін. Бірінші қатысқан үшін сыйлық алып тұрсыз ғой? Сайлау, сіздің ойыңша сайлауда әрбір азаматтың дауысы маңызды ма? Әрине. Себебі сайлау кезінде әр адамның ойы мен дауысы өте маңызды рөл ойнайды. Жауаптарыңызға рахмет. Ендігі кезекте біз сөз кезегін сайлау басқарушысы Оразбай Нұрхан мен тәуелсіз сарапшы Нарифуллина Наргизаға береді деп шештім. Сіздің басқарушы бойынша айтатын сөзіңіз бар ма? Сайлауға бақылаушысын аты жөнін Оразбай Нұрхан сайлауда бәрі әділ өтуде және құқық бұзушылық орын алмады.
сұрағыңызға рахмет. Ал сіз тәуелсіз сарапшы ретінде не айта аласыз? Қазақстан Республика Конституциясында берілгендей, сайлау Қазақстан азаматтарының бәрімен тең дәрежеде өтілуде. Алайда денсаулығы жарамсыз тұрғылардың біз үйлеріне барып дауыстарын алудамыз. Енді білген ақпарат бойынша президент сайлауы біздің еліміздің болашағын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратынын біле аламыз. Және сайлау ол еліміздің экономикалық, саяси және әлеуметтік тұрғыда өзінің қандай маңызды рөл атқаратыны және оның қалай өтетіні туралы біз бұл репортаж арқылы жеткізгіміз келген болатын. Және сіздердің білулеріңіз бойынша әрбір азаматтың дауысы мен белсенділігі осы еліміздің болашағына өте қатты ықпалын тигізеді. Сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздер сайлауға қатысып көрдіңіздер ме? Неге? Біздің жасымыз кәмелетке толмаған 18 Иә, дұрыс, 18 жасқа толмаған кәмелетке. Ал сіздер бұны қалай дайындап тұрсыздар? Телевизорден көрушісіздер ме сонда? Телевизорден көріп, осы сайлау күні сонда репортаж жүргіздіңіздер. Оқушылар керемет шыққан ба? Иә, ортақызды, дәрестер. Яғни тікелей сұхбат алаңын жүргізді. Ішке тәуелсіз сарапшы болып, бақылаушы тіптен жасы 18-ге толған бала сайлауға не істеп тұр балалар? Сайлауға тұр, бірінші рет қатысқан ішінен. Және толықтырып кетсем, осы күні балалар автобус тегін жүргізеді екен. Сайлауға келіп дауыс беруші адамдар автобуспен тегін келеді екен. Жарайсыздар, оқушылар керемет негізгі кезеңнің тапсырмасын аяқтадық балалар. Енді сіздерге келесі кезеңге мадақтау, мотивациялықсыз, яғни Әбілхан Қайсеновтың шабытыңды тап көмекші мадақтау сөзі. Енді оқушылар қазір келесі тапсырманы, бекіту тапсырмасын сіздерге платформа арқылы аламын. EducaPlay платформасы арқылы бүгінгі сабақта білгендерімізді шешеміз. Оқушылар қазір бастайық. Кім келеді? Тез жылдам келе жаным, жылдам келе қоямыз. Бірімізден соң біріміз келе береміз балалар. Кім шешкісі келеді бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарды? 95-ші жылы Конституция қай күні қабылданды? Дұрыс па оқушылар? Дұрыс. Тансая. Басқару формасы. Дұрыс. Келесі сұрақ. Конституцияда қанша бөлім бар еді? Бұны алу керек. Келесі, Данияр келе ғой. Келесі бала, келе береміз, иә? Кім келесіздер қорықпайды, тақтаға шығамыз бала, келесі бала. Не туралы айтады? Қазақстанның республикалық тәуелсіздігі туралы. Иә, дұрыс айтасыздар, ең бірінші тәуелсіздікті қамтамасыз етіп алуымыз қажет, иә? Асхат бересіз. Бойынша заң шығарып орган қандай барлығы. Ана бірінші жүзді айтып кеттік, тәуелсіздік туралы берген, енді өзі логикалық арқылы үшінші неге береді. Келесі сұраққа кім келеді? Мемлекеттік тіл. Келе оған бет. Ресми тіл? Иә, орыс тілі, ресми тіл. Иә, келесі Жанбор. Конституция бойынша Қазақстан Республикасының президенті мемлекет басшысы. Дұрыс. Тағы келеді. Келеді. 1995 жылы Конституцияның қабылданған құзыреті. Керемет оқушылар 90 ұпай алды. Манағы бір сұрақтан қате кетті, балалар. Енді қазір оқушылар бүгінгі сабақ бойынша сіздерден жаңағы сұрақ жауап ретінде байланыс алғым келіп тұр. Енді 1995 жылы Конституцияда балалар басқару формасы туралы айта кетейікші. Елді басқару жүйесі кім басқарады елді? Кім?
яғни парламент екі палатадан тұрады балдар, сенат және мәжілістен тұрады. Ал елдің басында басқарушы кім бізде балдар? Президент. Осы басқару формасы президенттік республика дейді, балалар отыра қойыңдар. Енді балалар жақтар бойынша кері байланыс беріп өтейік. Бүгінгі сабақ қалай болды деп ойлайсыздар? Кім айтады? Еркеміз? Бүгінгі сабақ менің ойымша өте жоғары деңгейде өтті. Әр бала өзінің ойын толық айтты, және де өздерінің жақсы жақтарына көрсетті. Барлығы өздерінде қандай ойларын терең түсіндірді. Үшінші топ өте керемет жұмыс жасады, екінші топта өте керемет, және де өзімнің де тобымды жақсы бағалайтын еді. Бүгінгі сабақта не үйрендіңіздер? Алтынзер, не үйрендің бүгінгі сабақта? Мен бүгінгі сабақта жаңа білімдер алдым, және бүгінгі сабақ мен өте қызықты және ерекше болды деп ойлаймын. Тағы ойын білдіреді Нұршат? Бүгін ашық сабақ туралы өзімді пікірімді білдіретін болсам, осы ашық сабақтың жалпы арқасында еліміздің конституциясы, ата заңы туралы көп мәліметтер білдім. Одан бөлек осы Еркеназ айтқанда әрбір топтың жасаған топтық жұмысыма ерекшеніп, оның ішінде осы үшінші топтікі, себебі бізгелерге қарағанда өзгеше әрі ерекше жұмыстанған. Ерекше жұмыстан. Мен сіздерге сұрақ қойыңызшы, не қиындық тудырды бүгінгі сабақта? Не қиындық тудырды сіздер үшін? Ешқандай қиындық кездескен жоқ па? Сабақта маған ешқандай да қиындық тудырған жоқ. Өзімнің тобыммен жақсы тапсырмалар орындап, толық түсіндім. Сіздің арқаңызда да толық түсіндім. Және де бізге қосымша ақпараттар берілгендіктен, кітаптағы ақпараттар және де қосымша ақпараттар арқылы ешқандай да қиындық тудырмай, өзімнің ойымды еркін жеткізіп, өзіміздің тобымызды жақсы қорғап шықтық. Енді оқушылар, сіздерді қазір бағалап кетсем, бағалау парақтарыңызды көрсетіп отырыңыздар. Мен сіздерге жаңағы баллық жүйе бойынша бағалап кетейін, яғни өзімнің қосымша не бар. Көрсетіп кетеміз, көрсетеміз. Денис 8 балл, Жансая 8, Еркеназ 10, Алла 8, Нұрдәулет 8, Ұланбек 10, Ернұр 9, Санжар 10 ұпайға жұмыс жасады. Бүгін екінші қатар бағалау парақтарыңызды көрсете қойыңыздар. Айым 8, Асхат 8, Нұршат 10 балл, менің қорытындылау бойынша және өзімнің есімше. Рахман 8 балл, Данияр 8 балл, Гүлназ 10 балл, Ернұр 9 балл, Алтынзер 9 баллға жұмыс жасады. Үшінші қатар сіздер көрсете қойыңыздар маған. Наргиз 10 балл, Әділет 10 балл, Жаннұр 8 балл, Нұрхан 10 балл, Амина 10 балл, және Жанболат 10 балл, Шернияз 8 балл. Енді оқушылар, қазір сіздерге үй тапсырмасы берейін. Үй тапсырмасы барлығымыз қарап аламыз. Ата заң мемлекеттің тірегі тақырыптарына эссе жазып келеміз деген. Оқушылар, енді балалар келесі неміз сіздердің алдарыңызда ұялы телефон қойып қойдық. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша қазір Ментиметр платформасында сіздер яғни кері байланыс беріп жіберсеңіздер. Оқушылар, мен сіздердің алдарыңызға QR код қойдым. QR код көрдіңіздер ғой, сол бойынша кіріп, өзіміздің сабақ бойынша пікірімізді қалдырып жазамыз. Басталып жазылып жатыр. Бүгінгі сабақ өте қызықты болды дейді.